Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін өте дәмді бидай көженің толық рецептімен бөлісетін боламын. Видеомды соңына шейін қарап, жасап көрсеңіздер болады. Балалар өте жақсы көреді. Жаздың күні шөліңді қандырады. Мінекей алдымен суымызға бидайымызды жақсылап жуып алып, суға қайнататын боламыз. Оп-оңай-ақ, еш қиындығы жоқ. Біздің балалар осы көжені қатты жақсы көреді. Күнде жасап беретін боламын. Мінекей тұзымызды салып, отқа қойып, қайнататын боламыз. Қайнап болған соң бетіндегі көбігін алып тастау қажет. 1,5-2 сағаттай қайнаған соң піседі. Мінекей бір қайнаған соң баяу отта қойып қоятын боламыз. Базардағы көжені алып бермеймін балдарыма, үйден өзім жасап беремін. Мінекей айранымызды құятын боламыз. Іртігін жақсылап жазып алып, айранымызды көжеміз суыған соң құйып араластыратын боламыз. Мінекей көжеміз дайын. Тұзы кем болса, кішкене тұз қосып жібересіздер. Холодильникке қойып қойсаңыздар, мұздай болып, әдемі болып шығып тұрады. Мінекей 2 шар кесе айран қостым мен. Сұйықтау болсын десеңіздер, және тағы да қайнаған су суытып құйып жіберсеңіздер болады. Өте дәмді болып шығады. Мен өзім де жақсы көремін осы көжені. Мінекей жарылып, бидайы жұмсақ болып, әдемі болып піскен. Сіздер де дәл менің видеома қарап жасап көрсеңіздер болады. Толық рецептін астына описанияға жазып кететін боламын. Каналыма тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп кетіңіздер.